Баршаңызға қайырлы күн, құрметті достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге лаваштың дайындалу жолын көрсететін боламын. Ендеше видеоны соңына шейін көріңіздер. Ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, және де подписаться деген қызыл белгіні басып қоюды ұмытпаңыздар. Достарыңызбен де бөлісіңіздер. Ендеше бастаймыз. Бізге керегі лаваш, сыр, тауық еті, майонез, кетчуп және пекин капустасы және сәбіз. Барлығын турап дайындап аламыз. Етімізді де жуып, турап, табамызды қыздырып, етімізді қуыратын боламыз. Лаваштың ішіне өздеріңіз білесіздер, үйде бар нәрсені қосуға болады. Етімізге дәміне қарай тұз сеуіп, ары қарай қуырамыз. Және соя тұздығын құямыз. Бұл бізде жақсы түс береді, және де жақсы дәм береді етімізге. Және еттің тез пісуіне көмектеседі. Етімізді 5-10 минут бұқтырып аламыз. Және қызарғанша қуыратын боламыз. Менің етім пісіп шықты. Енді лавашты дайындайтын боламыз. Ішіне салмаларын саламыз. Менде үлкен лаваш. Кетчугымызды бірінші жағамыз. Үстінен пекин капустасын қоямыз. Және сәбізімізді қоямыз. Енді қуырылған етімізді саламыз. Сәбізімізді ұзыншалап турап, осылай үстіне қойып шығамыз. Енді үстіне майонез жағамыз. Лавашымызды осылай орайтын боламыз. Менің табам кішкентай, сондықтан лавашымды кішірек етіп орадым. Ары қарай лаваштарымызды дәл осы әдіспен салып шығамыз. Достар, менің каналымда бұдан да басқа түрлі тәттілердің және тағамдардың, салаттардың рецептері бар. Көріңіздер. Ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Және де подписаться деген белгіні басып қойыңыздар. Енді табамызды қыздырып, лавашымыздың екі бетін жақсылап қызартып, қуырып аламыз. Міне лаваштарымыз дайын болды. Түрі де керемет, жегенде іші де дәмді болып шықты. Сулы, әдемі болды. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.